Бүгін сіздермен беті теп-тегіс жайылатын, суда езілмейтін, сынбайтын, жыртылмайтын қамырдың рецептісімен бөлісем. Видеоның соңына дейін қарап, каналға подписация етіңіз. Әр жайған кезінде қамырдың мөлшерін дұрыс салмағандықтан немесе әртүрлі етіп салғандықтан қамырымыз біресе өте қатты жұмсақ, біресе қатты болып кетеді. Сондықтан да мен ұсынған калькуляцияны, яғни мөлшерді салсаңыз, әр кезде біркелкі болып шығатын болады. Беті де теп-тегіс етіп, не жұмсақ емес, не қатты емес, орташа пластикалы түрде болып жайылатын болады. Қамыр жаю әдісін үлкен кісілер, орта жастағы кісілер білгенімен, жас этаптағы қыздар білмеуі мүмкін. Сондықтан да осы видеом сол кісілерге арналады. Қамырды жайған кезінде қамырымыз біркелкі болып шығу үшін айналдыра жаямыз. Жайған кезінде ортасын баспай, екі шетін басып жаятын боламыз. Ұнды көп етіп сеппейміз, өйткені егер ет асатын болсақ, біздің сорпамыз пыламық болып кетеді. Сондықтан да аз мөлшерде шамалап салу қажет. Кейбір столдардың бір жері тегіс, бір жері дөңбекшік болып қалады. Соған да мән береміз, оның тегіс жағына қарай жаюға тырысамыз. Ет асатын болсақ, жұмыртқа қосып қажет емес. Өйткені ет асқан кезінде сорпаның суын қолдансақ болады. Осылайша айналдырып жая береміз. Каналға подписация етуді ұмытпаңыз.